Бұл адамдар тірі қалу үшін достарын жеген, яғни айтқанда каннибализмге жол қойған. Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіріп беретін боламын. Сәлеметсіздер, сіздермен бірге Мистер Жанс. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге адамды неге жегені туралы айтып беретін боламын. Ал сіздер оған дейін арнаға тіркеліп видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Каннибализм дегеніміз не? Бұл бір түрге жататын тірі ағзалардың өзара етін жеуі, яғни адам болса адамның етін жеуі, жануар болса сол жануардың өз түрін жеу. Бұл құбылыс жануарлар арасында жиі кездеседі. Кейбір балықтар, өлмекшілер, тіпті иттер өз балдарын қызғанып күшіктерін жеп қояды. Ал адамға келетін болсақ, адамдар арасында сирек кездеседі. Бірақ тарихта орын алған бірнеше жағдайлар бар. Қазір мен сіздерге осылардың біреуін айтып беретін боламын. Яғни айтқанда баяндап беремін. Ал ендеше кеттік. Бұл оқиға 1978 жылы Уругвайда орын алған. Регби спортымен айналысатын жас жігіттерден құралған команда Чилиге жарысқа бару керек болған. Бұл үшін ұшаққа билет алу керек деген сияқты. Бірақ Уругвай регби командасы шағын 19 адамнан құралғандықтан ұшақ билеттері де қымбаттау болды. Және олар арзандау әскери ұшақты жалдаған болатын. Ол ұшақты адаммен толтыру үшін олар өз достарына және туыстарына кеттік, Чилиге барып қайтпаймыз, билет бағасы арзан деп ұсыныс жасайды. Және ұшаққа тағы 21 адамды қосқан болатын. Сөйтіп ұшақта жолаушылар саны 40 адамға жеткен болатын. Яғни барлығын айтқанда 45, оның 5-еуі экипаж, ұшқыш және оның көмекшілері. 40 адам жаңағы айтып өткеніміздей жолаушылар. 1972 10 қазан Уругвайдан Чилиге шыққан ұшақ антауларының үстімен ұшып бара жатады. Шамамен сол кездерде 15-30 аралығы. Ауа райы күрт өзгеріп, ұшақ дауылға тап болады. Ұшқыш сол кезде жолдан шатасып, төмен ұшқаны соншалықты ұшақтың құйрық жағы тау тастарына тиіп, ұшақ екіге бөлінеді. Яғни ұшақтың алдыңғы бөлігі қармен қапталған таумен оралған ортаға құласа, ал ұшақтың құйрық жағы сол тау тастарына тиген жерде бөлініп қалады. Сол сәтте 45 адамның 12-сі қайтыс болып, 33-і тірі қалады. Ауыр жарақат алғандар да бар. Ең жаманы оларды тау ортасындағы сықырланған аяз күтуде еді. Ұшақ құлағанына көп уақыт өткен жоқ, бірақ күн тез батып кеткен сияқты болды. Жолаушылар есін жинап үлгермей жатып, түннің қақаған аязы бастап кеткен еді. Олар ұшақтың аман қалған алдыңғы бөлігін паналайды. Сол күні достар, ойлаңыздаршы, -30 градус суық болған болатын. Түнімен ұшақтағы адамдар бір-бірін құшақтап жылытып, бірінші түннен 33 адам болып аман қалды. Ертесіне ұшақтағы адамдар сәлде болсын есін жиып, ұшақтың ішіндегі қайтыс болған достары және туыстарын ұшақтың қасына қарға көміп, ұшақтың ішін реттеп келесі күнге дайындалды. Ұшақтағы чемодандардан қалыңдау киімдер іздеп, тамақтар іздеп, табылған тамақтардан, яғни шоколад, печенье және аздап спиртті ішімдіктерді алып, бір сумкаға, яғни айтқанда чемоданға жинаған болатын. Бұл тамақтарды қанша үнемдегенімен 2-3 күнге ғана жететін еді. Әрине, оларды алда тек қана аяз емес, одан да мықтысы аштық сынағы күтуде еді. Ал үшінші күні Фернандо Парадо есімді жігіт есін жиған болатын. Ол ұшақ құлап бара жатқан кезінде басынан қатты соққылып есін жимай жатқан еді. Жалпы ол анасымен және қарындасымен жолға шыққан болатын. Анасы ұшақ құлап бара жатқан сәтте қайтыс болса, ал қарындасы болса ауыр жарақатпен жатыр. Бұл жігіттен менің айтып жатқанымның себебі, бұл жігіт жалпы айтқанда бұл оқиғадағы басты рөлде деп айтсақ болады. 17 қазан, яғни ұшақ құлағанына 4 күн өтті. Тірілер саны 27 адамға азайған болатын. Өлгендердің қатарында жағы Фернандо Парадоның қарындасы да бар еді. Аштық пен суық өзінің жұмысын жасады және жарақат алғандар мен әлсіздерді аямады. Қалғандарын құтқарушылар келіп бізді аман алып қалады деген сенім ғана құтқарып тұрған сияқты. Себебі күнде басқа таулар үстінен ұшақтардың дауыстарын еститін еді және бізді іздеп жатыр деп сенген болатын. Жалпы ұшақтағы адамдардың өздерінің тірі екенін хабарлайтын мүмкіндіктері жоқ еді. Себебі жаңағы басында айтып өткеніміздей ұшақ екіге бөлінді. Ал ұшақ екіге бөлінген кезде ұшақты тоқпен қамтитын бөлігі ұшақтың артқы жағында еді. Ал ол өте алыста. Сол себепті ұшақтағы радио және тағы да басқа заттар жұмыс жасамады. 3-4 күнге үнемдеп жеген тамақтары бітіп, аштық сынағы мен түнгі суық әбден қайнаған болатын. Ал 7-ші күні болса Фернандо Парадо есімді жігіт қасындағы адамдарға тірі қалу үшін барлығын жасауға дайын екендігін, тіпті қажет болса адам етін жеймін деп те оларға ой салады. Сол сәтте кейбіреулері қолдап, кейбіреулері қарсы болады. Әрине, бұндай қадамға бару оңай болған жоқ.
Ал 9-ші күні болса пікірді аласып ауыр шешім қабылдайды, яғни ұшақ құлағаннан сәттен бастап қайтыс болған тума туыстарының достарының етін жейміз деп шешім қабылдайды. Әрине барлығы емес, 5-6 адам бұл ойға қарсы болып бір шетте сабырлықпен құтқарушыларды күтіп отырады. Ал 11-ші күні болса ұшақтан алыс емес жерден бір чемодан табады. Ал ол чемоданның ішін ашып қараса, бір кішкентай радио жатқан болатын. Және олар қосып қарауға асығады, негізі бекер асыққан сияқты. Бір радио арнасына түскен олар хабарламаны естіді. Яғни айтқанда, Уругвайдан Чилиге шығып апатқа ұшыраған ұшақты іздеу жұмыстары аяқталды. Арадан 10 күн өтіп кеткені, бұл аралықта бұндай тау ортасында ешқандай да адам тірі қалмайтыны хабарланған болатын. Және де мен сіздерге тағы да ақпарат бере кетейін. Осыған дейін Анд тауларында болған бірнеше ұшақ апатынан бірде-бір адам тірі табылмаған. Хабарламаны естіп барлығының құтқарады деген сенімдері сынып қалады. Осыдан кейін адам етін жемей бір шетте көмек сұрап отырған адамдар да адам етін жеуге келісім беріп, адам етін жеуді бастайды. Әрине бұл өте қиын жағдай. Бұл олардың соңғы сынағы емес еді. Яғни айтқанда 29 қазан ұшақтың құлағанына 16 күн болғанда қатты қар көшіп ұшақты басып қалады. Және ұшақ ішінде қардан тұншығып 8 адам қайтыс болады. Осылайша тірілер саны 19-ға азайып кеткен болатын. Олар боран басылғанын күтіп отырады. Және сол жағы қайтыс болып кеткен 8 адамның еттерін жейді. Ойлаңыздаршы достар, 2 күн бұрын әңгімелесіп отырған адамдардың еттерін, әрине бұның өзін айту өте бір қиын жағдай. 3-ші күн дегенде қар басып қалған ұшақтың ішіндегі адамдар далаға шығуға талпынады. Және 3-ші күн далаға шығады. Әрине 3 күн бойы күн көрмеген оларға күннің шуағының өзі қуаныш сыйлағандай. Бұл жағдайдан кейін олар өздерінің тірі екендігін білдіру үшін ұшақтағы радионы ұшақ құйрығындағы батареяға қосып баруға 3-4 адам болып жолға аттанады. Және олар ұшақтың құйрығына жетіп радионы, яғни айтқанда рацияны аккумуляторға жалғап көреді, бірақ ешқандай да нәтиже болмайды. Содан кейін олар үміттерін үзіп артқа қайтуға асығады. Себебі олар түн батпай тұрып артқа қайтпаса, олардың аман қалуы екіталай еді. Бірақ өкінішке орай олар түнін тауда өткізеді. Әрине бұл олардың ең қаһарлы күні болды. Таң атуымен олар жолға шығып қалғандарына қосылады. Және олар өздерінің бір өлімнен аман қалғанын, ешқандай да нәтиже болмағанын айтып, соңғы үміттерін үзеді. Осылайша күндер өткен сайын адамдардың еттері де біте бастайды. Бұл дегені олардың өлімге қарай жайлап келе жатқанының белгісі еді. Бірақ Фернандо Пародо таудың ортасында өлгісі келмейтінін, жолға шығып көмек сұрағысы келетінін, және тауды бағындырсақ, біз өзімізді өзіміз құтқарамыз деп адамдарды жігерлендіріп жолға шығуға дайындалады. Жалпы ол таудың ар жағында анық Чили бар деп сенді. Осыдан кейін ол жолға шығуға әрекет жасай бастады және ұшақтағы керекті табылған заттарды өздеріне жолға дайындады. Ұшақтың құлағанына 28-ші күн, тірілер саны 16 адамға азайды. Сол арада олар соңғы қайтыс болған адамның етін бөлісіп, жолға дайындалып, 60-ші күні, яғни желтоқсанның 12-сі 3 адам болып жолға шығады. Жалпы осы кешке дейін Фернандо Пародо өз қарындасы мен анасының өлген денесіне адамдардың қол ұштарын тигізбеген. Бірақ дәл осы күні ол өзінің қарындасы мен анасының еттерін жеуге адамдарға рұқсат береді. Әрине бұл өте ауыр жағдай. Жалпы достар, сіздер бұл жайлы өздеріңіз пікірлеріңіз қандай, қалай ойлайсыздар? Фернандо және оның 2 досы 1-2 күн шамасында жол жүріп таудың биік шыңын бағындырады. Және таудың ар жағында Чили деп сенген олар толып тұрған тауларды көреді. Бірақ сол кезде Фернандо Пародо өзінің артқа қайтпайтынын, артқа қайтып өлгенімше алдыға қарай жүріп өлгенім артық деп алдыға жүретінін айтады. Ал қасындағы бір досы өзінің артқа қайтып бара жатқанын айтқан болатын. Себебі бұл жерде бір адам артқа қайтатын болсақ, бұл тамақты үнемдеуге болатынын, яғни көпке жетіруге болатынын, және бұл тамақ тек қана 7 күнге арналғанын айтып кететінін айтады. Осылайша Фернандо және оның бір досы жолдарын жалғастырады. Әрине түн қатты аяз еді, күннің өзінде жүру қиын болды. Тізеден қар, аяқ киімдері тозып кеткен, бірақ ең қуаныштысы, олар жүрген сайын таулардағы қарлар азайып бара жатыр, яғни Чилидің жақындағанының белгісі еді бұл. Тіпті Фернандоның досы естеңіп кеткен еттен уланып ауырып та қалды. Жолға шыққандарына 10 күн болды. Олар шамамен 55-60 километрдей жаяу жол жүрген болатын.
таудан ағып бара жатқан су, яғни өзен бойлап кетіп бара жатқан олар Чилидің ауылдық жеріндегі шопан Серхиоға тап болады және одан көмек сұрап 70 күндік сынақтан кейінгі алғашқы қуаныштарын көреді, яғни айтқанда сезеді. Мына фотода Фернандо Парадо және оның досы. Құтқарушылар келген сәтте журналистер оларды фотоға түсіріп алған болатын. Фотода өздерін көріп тұрғандай, әрине олардың түр әлбеттеріне, дене бітіміне қарасақ, олар қатты арықтап кеткен еді. 71-ші, 72-ші, яғни айтқандай 1972 жылдың 23 желтоқсанында қалған 14 адам құтқарылған болатын. Бұл өмір мен өлім арасындағы сынақтың соңғы бітуі еді. Адамдар өлді деп Уругвайдан Чилиге шыққан регби командасындағы жас жігіттердің тірі екенін көрген дүниежүзі таң қалып қалады. Және оларды барлық адам батыр деп атаған болатын, бірақ олар өздерін батыр деп санамайды, себебі олар өз туыстары мен достарының етін жеген болатын. Достар, осымен видео бітті. Видеоны арнаға тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Қызыл подписацияны сұр қылып, қасындағы қоңыраушаны істеуге қояйық. Сіздерге видео қалай ұнады ма? Ал енді оны комментарияға өз пікіріңізді жазып кетсеңіз болады. Ал достар, саламатта болыңыздар. Келесі видеода көріскенше. Por favor, 2 veces cada nombre. Antonio Vicentín, Álvaro Mangino, Daniel Fernández, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Fernando Parrado, Roberto Caneta, Adolfo Strauss, Gustavo Servino, Pedrito Algorta, Alfredo Delgado, Roberto François, Roy Harley, José Luis Uciarte, Ramón Cabella, Javier Metón, Eduardo Strauss. Esta sería la lista de los cuales el mundo ha sido rescatado.